Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Өткен видеода өздерің көргендей, осы Маша мен екеуміз, зәулім сарайда тығылыспақ ойнап жатқан болатын едік. Так, міне мына жерге тығылайын деп жатырмын достар, қалай ойлайсыздар? Мына жерде тұрсам екен? Жоқ, мына жерді жауып тастасам қалай болады достар сіздерге? Так, мына жерге қойсам біртүрлі секілді, достар, өткен видеоны көрмесеңіздер, төбедегі ссылкаға өтіп көріп кетіңіздер достар. Зәулім сарайда тығылған болатынбыз. Енді соны жалғастырып жатырмыз. Қазір Маша санап жатыр ар жақта. Қазір мен Машаға айтам өзім, іздей бер деп. Сол кезде Маша іздеп бастайды. Так, мына жерді полный жауып тастаймын, көтеріп достар, тығылып. Міне достар, біз әрі қарай көтеріп жатырмыз енді. Көтеріп бітіп қалдық. Так, Маша, іздей бер, мен тығылып болды. Маша. Жатам, Аю, бөлдің ба мен онда сені іздеуді бастаймын, Аю. Жатам, болдың ба? Болсаң мен кеттім іздеуді бастаймын. О, достар, Маша мені іздеп тауып ала қоймас. Біз енді не дегенмен де мынау енді белгісіз болып жатыр, төбесіне кішкене мініп жақсылап істейік достар. Так, тыныш, главный дауысымыз шықпаса болды, Маша естіп қоймасын достар. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сіздер уже менің видеомды қазір көріп отырсыз, 1 минутқа дейін көрдіңіз шамамен. Содан соң енді каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз, лайк басып кетіңіз. Так, осы жерде тұра тұрайық Машаға. О, Маша, сен мен қалай тауып алдың? Маша, не болды саған? Қалай тез тауып алдың мен? Сәлем досым, сен каналға тіркелдің бе? Тіркелмесең тез тіркеліп жүр, давай, мен сені күте тұрам. Лайк бастың ба? Тіркелдің ба? Ал, онда видеоға қарай кеттік. Аю, тарсылдатып қойып мына жерді салып атқаннан кейін біліп қойдым. Тарсылдатып қойып салып атса ғой, дауысы деген ана жаққа естіліп жатыр. Ал енді мен тығыламын, сен іздейсің. Жарай ма? Аю, мені тез таба алмайсың, сен бәрібір таба алмайсың. Мен сені тез тауып аламын, ал сен мені таба алмайсың. Солай ғой, достар, өздеріңіз айтыңыздаршы. Ой, Маша, сен менің ашуымды келтірдің. Мына жерді сындырып алайын, содан соң сен тез тауып алам. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Мен Машаны тез тауып алам, көресіздер ғой әлі. Маша, мен сенен өшімді алам, тез тауып алатын болам. Мына жерлердің барлығын сындырып алайын. Алдымен мен санауды бастадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Айтпақшы достар, біз алдын ала тығылатын жерімізді кішкене дайындап қояйық, Машаға айтпай. Давайте сөйтеміз, потом Машаны типа болдың ба анау-мынау деп Машаны іздеуге кетеміз. Ал бірақ біз тығылатын жерімізді дайындап қоямыз достар. Примерно қай жерге болады екен достар? Қай жерге тығылсақ болады? Қалай ойлайсыздар? Осы жерлерден бір жерді таңдайық. Маша қазір тығылып жатыр. Мына жерге қойсақ біртүрлі, иә достар? Так, білінбейтін болу керек қой, білінбейтін озон жерлерге. Жүре беретін ба, мына шетке ма, может. Осында төбелерге болу керек қой, сосын осы жерге келіп, примерно осы жерлерге болады достар. Давайте Маша білмесін. Машаға айтпай кішкене дайындап қояқ тығылатын жерлерімізді. Содан соң Машаны тез тауып аламыз, одан кейін Маша не істеген кезде сразу не істейміз қой, короче достар, осы жерге келіп тығыла саламыз. И мына жерде үстінде жүріп қарап жүреміз Машаны. Қалай негізі ойым күшті ма достар? Так, Маша болды ма екен? Алло, Маша, болдың ба тығылып? Аю, мен тығылып болдым, мені іздей бер. Мүмкін тығылмады, менкін әлі емеспін. Так, мына жерде тығылмаған. Так, Маша қай жаққа тығылды екен? Барлық жерді жақсылап қарау керек достар. Машаны қазір тауымыз керек тез. Мына жерге бірінші этаж, осы жерлерде болу керек Маша. Так, қай жерде екен Маша? Сіздер қалай ойлайсыздар достар? Өткен видеода ол қателеспесем қай жерге тығылып еді? Есімде де қалмапты достар. Осы жерлерде жүрдік қой біз. Мынаның төбесіне, кітапхананың төбесіне тығылып еді достар. Естеріңізде ма? Өткен видеода кітапхананың төбесіне тығылып еді ғой. Сол жерге тығылып еді. Енді білмеймін, мынандай төбелерге тығылу әбден мүмкін достар. Сондықтан да оны дұрыстап іздеу керек. Так, осы жерлерді іздейік достар. Маған тез табу керек, менің өзім көретін негізі. Бірақ Маша қалай тез тауып алады достар? Өздеріңіз көрдіңіздер ғой, мен 2 рет тез тауып алып қараңыздар. Лава бөлме. Ол жерде жоқ, бірінші рет көріп тұрмын негізі мына бөлмені мен.
Маша мен қалай тез тауып алады. Енді бұл зәулім сарай болғандықтан маған өте қиын болып жатыр. Машаның өзінің үйі болғандықтан оған оңайда достар. Қай жерде жүргенін білет, қай жерді қарағанын білет, қай жерде жүрген шығар, может осы жер шығар деген сияқты ой о да болады да. Ал мен бұл үйде тұрмағандықтан, бұл үй менікі болмағандықтан өте қиын болады. Мына жерде емес, бірақ мына жерде ашыпты кім болса да. Бұл жерде нелерді қамайды достар. Өткенде айтпақшы, Машаның үйінде арыстан болған, үлкен арыстан. Соны екеуміз алысып жүріп әрең шығарып тастады ойыннен. Әйтпесе Машаның үйінде арыстан жүрген. Маша осындай жерлерде тығылуы мүмкін әбден, себебі ол үйін біледі да достар, толығымен біледі. Одан кейін оған тығылу оңайда, оған қандай жерлер қиын тығылу, табуға қиын болады. Сондай жерлердің барлығын білген соң ол оңай тығылады достар. Осы жерде жүріп едік қой бағана бірінші видеода, өздеріңіз көрген болсаңыздар. Так достар, менің толық бірінші, екінші, үшінші сериям толық көріп келе жатқан достарымыз бар ма достар? Комментарийге жаза кетіңіздерші достар. Содан соң рахмет сіздерге, егер де үш бөлімінде толық көріп келе жатқан достарымыз болса. Так, мұның төбесін может сындырып кірген болуы мүмкін. Машаны білмеймін. Маша кәдімгідей тығылып қояды достар. Тығылыспақты Маша жақсы ойнайды кәдімгідей. Өзінің үйі болғандықтан да ол плюс болып тұр да осы. Осы үй өзінің үйі болғандықтан да оған оңайға соғып тұр достар. Қалай ойлайсыздар? Менің айтқаным дұрыс па, әлде Машаныкі дұрыс па? Сонда комментарий жаза кетіңіздер. Достар, комментарий жазып, лайк басып, видеоға тіркеліп, каналға тіркеліп отырыңыздар. Достар, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп отырыңыздар. Мені өте көп адам тіркелмей көреді екен, сондықтан мен қатты өкінішті маған. Себебі тіркелмей көрген соң, Машаны тауып алдық достар, қараңыздар, не істеп тұр ма? Аш есікті қараңыздар, есікті іліп алған достар, көрдіңіздер ма? Қараңыздар, тығылып жатыр ма кәдімгідей. Давайте мына сындырып тастайықшы, оны не істеп тұр ма? Қалай көріп қойдың сен мені? Бақандай қаншалық уақыт күттім мен сен, есіңдемін, неше минут болды тұрғаныма? Қалай көріп қойдың мені, вообще түсінбедім. Аю, енді сен тығыласың ба? Маша, қызықсың сен де, шошқадай зәулім болып тұрған адамды көрмейін ба енді мен? Менің көзім сілей ондай соқыр емес. Маша, шошқадай зәулімді көрмейтін. Маша, ары қарай кет, артымнан көріп алайын деп жатсың ғой сен. Ай, су жылан. Қитырқыс әрекеттеріңді қой. Так достар, тыныш. Айтпақшы, төбеге жасап қойып едік қой достар. Төбеге барамыз ба, әлде Машаға өтірік осы жаққа кетіп қалған сияқты болайық, бағанағы шөптің үсті күшті екен. Сондай секілді ол да. Так, осы жерге жай тұрып алайық. Маша бізді көріп тұрған жоқ. Так, осы жерге жай тұрып алайық. Алло, Маша, іздей бер. Тығылмады, мен кінәлі емеспін. Аю, мен келе жатырмын. Так, Аю қайда екен достар? Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен енді білмеймін қай жақта екенін. Так, Аю, сен екінші қабатқа көтеріліп кеттің деп ойлаймын. Себебі сенің даусың шыққан. Так, бұл жерлерде жоқ екен. Екінші қабатқа көтерілейік достар. Достар, көрдіңіздер ма, Маша төбеге қарай шығып бара жатыр. Тыныш тұрайық достар, тығылып тұрайық. Маша мені көрмей қалды достар, көрдіңіздер ма? Маша неткен тупой еді, топас қой Маша деген көзі. Соқыр ма, үлкен аюды көрмеген несі достар. Так, тыныш тұрайық. Маша төбемізде жүр. Дауысы маған естіліп тұр достар. Маша қай жерлерді іздеп жүр екен, қалай ойлайсыздар достар? Так, тауып алмаса болды әйтеуір мені. Мына жерлерде шөптің үсті бір түрлі екен достар. Мына жерге бер тұрайық. Маша төбені іздеп жатыр, ит болып іздеп жатыр ғой достар. Қызық я. Так, мына жерде үйінің екінші қабатына шығатын нені қарап тұрайық. Так, мынау тауып алған несі достар? Маша, мен саған келесіде көрсетемін. Достар, видео аяғына жақындап қалды. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар рахмет. Видеоға лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Келесіде мен Машаға пранк ұстайтын боламын. Келесі кездескенше.